Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз лагман жейміз деп келдік. Гүлпаңызбен алғаш рет. Бізді күттірт қойды. 40 минуттан жасындар дейді. Вот так, пока кайфуем, лежим. Неге басқа жерде отырмын деп сұрақ қойсаңыздар, бізге, 40 минут ожидания деп заказ алды. 40 минуттан кейін келіп, бізге заказдарыңыз жоқ вообще, наличие жоқ деп айтады. Сол, енді біз басқа заведенияға келдік. Енді осы жерде күтеміз. Тамағымыз әйтір келді. Опыр-сопыр болып жүрдік, әйтір сандалып центрда. Тамақ жейміз. Бізге приятного аппетита. Тамақ ішіп болдық. Енді өсек гоняем. Өсек айтып жатырмыз. Не теряйте. Мен кішкене влогым туралы ұмытып кетіппін. Ренжімеңіздер. Бәрі жақсы, тамақ ішіп алдық. Но бұл кафеде тоже онша емес обслуживание. Тамақтары да 5-тен 3 қойылам деп айталам. Вот. Но қыздармен көңілді болып әңгіме айтып отырдық. Қатты білінген жоқ. Но өзім сфере обслуживания жұмыс істегеннен кейін біраз қателіктерді байқаймын деп айтуға болады. Негізінде семейде көбінесе баратын жерлер ол кафе, мен Семей қаласында тұрамын. Но обслуживание көп жерде 0 просто. Официанткалар да грубый сөйлейді, оның бастықтары да не айз, да? Вот, соны айтқым келген. Кого задело, ренжімеңіздер енді. Вот так вот. Үйге қайтып бара жатырмын енді. Жаяу. Өзім жаяу жүрген жақсы көрем. Вот так вот. Мен келесі кездескенше. Келесі влогым қашан шығатынын білмеймін енді. Өзім шабытым біресе ашылып, біресе жабылып қалады. Поэтому всем добра, удачи. Сау болыңыздар.